Құрметті достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен теңіз жапырағынан жасалатын әрі оңай, әрі жеңіл салатының рецебімен бөлісетін боламын. Теңіз жапырақ салатымызға керектілер: теңіз жапырағы, 1 дана пияз, суға піскен 3 жұмыртқа, дәміне қарай тұз және майонез. Ең бірінші ыдысымызға теңіз жапырағымызды салып аламыз. Теңіз жапырағымызды саламыз. Теңіз жапырақтан кейін туралған сарымсағымызды саламыз. Сарымсақтан кейін 3 жұмыртқамызды тураймыз. 3 жұмыртқамызды солым қылып тураймыз. Үш жапырағымызды турап, салмамызға қосамыз. Енді кішкене тұз, майонезімізді қосамыз. Енді араластырамыз. Теңіз жапырағынан жасалған салатым дайын болды. Рецебім ұнап жатса, каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып кетіңіздер. Сау болыңыздар.